Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Нұршат. Бүгін үй жағдайында дәмді, оңай болып жасалатын тауық етін пеште пісіретін боламыз. Ең бірінші картоплымызды ашып осылай турап аламыз. Бір ыдысқа салып, үстіне пиязымызды, болгар бұрышын, тәтті бұрыш, помидор, сарымсақ, тұз, қара бұрыш, дәміне қарай паприка және дәмдеуіштер қосатын боламыз. Барлығын салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, маған тіркеліп, қазақша арнаны қолдауды ұмытпаңыздар. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне 150 мг сұйық май құятын боламыз. Жақсылап араластырып, формамызға салатын боламыз. Тауығымызды мариновкасын жасаймыз. Ең бірінші тауығымыздың керек емес жерлерін алып тастаймыз. Және де ортасын бөліп, мариновкасын жасауға кірісеміз. Мариновкасын жасауға бізге ең бірінші қаймақ керек. Және үстіне тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып жақсылап араластырамыз. Үстіне томат және де сарымсағымызды, сұйық майымызды және лимон қышқылын құямыз. Енді 2 чай қасықпен осындай соевый соус құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді тауығымыздың іші сыртына жақсылап жағып аламыз. Міне дайын болды. Енді жарты сағатқа қалдырсаңыз да болады. Егер де қалдыруға уақытыңыз жоқ болса, дәл осылай пісіріп алсаңыздар да болады. Осылай бетіне осылай сеткамды қойып, 200-230 градуста 1,5 сағат аралығында пешімізде пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.